Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен қазір Polychides ойынын ойнаймыз. Ойынды бастауға басамыз. Алдымен бірінші кезеңнің сұрағы 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңіміз: бұл санда қанша әріп бар болса, сонша сан бар. Ол қай сан дейді. Барабанды айналдырамыз. Барабан айналып біткеннен кейін 100 балды алдық. Одан кейін әріпті басамыз. Бұл санымыз бізде 100 саны болды. Одан кейін келесі кезеңге өтеміз. Екінші кезеңнің сұрағы: домбырада 7, сырнайда 6, қобызда 5. Бұл не? Тағы да барабанды айналдырамыз. Екі рет айналдырайын. 100-ге келіп қалды. 50-ге келді. Одан кейін әріпті басамыз. Домбырада 7, сырнайда 6, қобызда 5. Бұл не? Бұл бізде әріп, мысалы. Әріп. Бонусты ашып көрейік. Мына жерде бонусқа тура келсе бонусты ашамыз. 2000 теңге ұттық. Енді супер играны ойнаймыз. Супер играны ойнау үшін жер көлемі бойынша 9-шы орынды алатын мемлекет Қазақстан. Міне. Қазақстан болу керек бізде. Мына бар, Т бар. Қазақстан. Аяқталғаннан кейін аяқтау. Сіздермен бірге Polychides ойынын аяқтадық. Ал енді осындай ойынды біз сіздермен ашық сабақта немесе жай сабақтарда қолдануға болады. Кез келген өзіңіздің таңдауыңызға байланысты кез келген сабаққа пайдалануға болады. Яғни қарапайым тест түрінде емес, осылай ойын түрінде, Polychides ойын түрінде қолдансаңыз болады. Ол үшін мендегі мынау шаблонымыз бар. Осы шаблонды комментарий бөліміне өтіп жүктеп аласыздар. Енді шаблонды толығымен түсіндіріп өтейін. Бірінші титульный бет, одан кейін 3 кезең, 3 кезеңнен кейін финал, финалдан кейін супер игра. Ал мына астындағылар барлық кезеңнің өзінің бонустары. Сұрақты жазыңыз деген жерге сұрағын жазасыздар. Мына жерге жауабын жазып шығасыздар, болды. Мына барабанымыз, барабанды түсіндірейін. Барабанда бонусқа тура келсе бонусқа бассақ, мына бонус ашылады. Бонустағы 2000 теңгені алып тастап, онына басқа зат қоюға болады. Ручка немесе кез келген затта. Енді барабанды түсіндірейін. Барабанды мынаған келді. Одан кейін Б дегеніміз банкрот, ал қалғандары түсінікті, өзіміздің сандар. Мына жерде барлық әріптерге мен сіздерге оңай болу үшін анимация қойғанмын. Тек қана мынаған біз анимация қойсақ болды. Енді біріншісі мысал ретінде көрсетейін. Мына жерге сұрағын жазыңыздар. Одан кейін вариантты жазып анимацияны қалай қоюын көрсетемін. Мына өшетіне көріп тұрғаныңыздар жазылады сұрағы. Одан кейін қазір көрсетемін анимация қоюды. Көбірек түсіп кетті, былай қоя салайыншы. Бірінші осылай ашып шығасыздар. Астында әріп бар, мысалы, жаңа мен ойнаған неміз әріп болды. Енді осы жерге сөз жазасыздар жүктеп алғаннан кейін, мысалы, бір сөз жаза салайын. Қазан деп жазайын, мысалы. Қазан. Сөзімді жазып дайындап алдым. Енді осыған анимация қоюымыз керек. Ол үшін анимация бөліміне өтеміз. Область анимация. Q әріпі бізде керегі. Q-ны басамын. Мына жерде анимациясы ашылады. Одан кейін времяға басып, времядан эффектке өтеміз. Эффекттен таңдаймыз правильные угадывания буквы. Одан кейін түсіні ақ түсті өзгеруіне таңдаймыз. Окей. Болды. Енді осы Q әрпінің анимациясындағы мынауны белгілейміз. Ол үшін мынаған басамын, времяға басамын. Одан кейін осы Q-да ашылу үшін осын белгілейміз. Енді Q-ны табамын. Міне. Болды. Енді Q әрпін басқан кезде осы ашылады. Келесі сөзіміз Z. Қазан дегендегі Z. Барлығын көрсетіп өтейін. Түсінікті болу үшін мынаны ашамыз. Время. Времядан кейін эффект. Эффекттен мына жерден правильный угадывание буквы. Ақ түстен таңдаймын. Окей. Z. Одан кейін Z-ның ашылу несі?
Осыны енді белгілеп тұрамыз. Время. Начать. За. Окей. Болды. Екі әріп қалды бізде. Жоқ, бірінші несін қоямыз. Қазан дегенде аны қойып алайын бірінші. Аға басамын. Время. Времядан эффект. Эффекттен правильный угаданные буквы. Одан кейін ақ түсін таңдаймыз. Окей. Аны бұлай жабамын. Осы недегі анимациясын қоямыз. Мынаған басамын. Время. Времядан осы ненің ашылуы. Қазан. А болды, бұл. А болды, аны белгілейміз, болды. Енді соңғы әрпіміз қалды енді. Ныға басамын. Ныдан времяға өтемін. Эффект. Эффекттен правильный угаданные буквы. Ақ түсті. Окей. Енді нының анимациясындағы ныған қоямыз. Негізі біраз уақыт алады, бірақ көп уақыт алмайды. Бір рет үйреніп алсаңыздар қиын емес. Мынадан времядан біз жаңа айтқанымыз қазан дегенде ныны қойсақ болды, я. Так, ныны қойсақ болды. Қазір қазанны ныны қоямыз керек еді. Времяға бастым. Начать. Мой емес. Окей, болды. Барлығы қойылды. Енді бір рет басқан кезде ашылу үшін барлығын запускать вместе с предыдущим дегенді қойып шығамыз. Сол кезде бірдей ашылады барлығы. Бір рет басқан кезде ашылады. Қойып шығамын. Болды. Осымен дайын. Қазан сөзін жазып мен қойып шықтым. Көп уақыт алмайды. Тез-тез істесеңіздер болады. Одан кейін показать слайд. Осыны ашамын. Міне, қазан деген сөз тұр. Барлық әріпті жазып бассаңыздар, бұлай дұрыс деген шыға береді. Қаны бастым. Міне, қа ашылды. Аны бастым. Міне, қазанны. Енді болды. Барлығы істеп тұр. Барабан айналады. Міне. Барабанымыз айналады, сұрақ жазылады, барлығы өзгереді. Енді мына жерде әріп саны көп, мысалы 4 емес, сізде көп болатын болса, копировать етесіздер. Екеуін ставь етесіздер. Біреу болып қалды. Осылай көбейте береміз. Сұрақтарын жазамыз, вариантын жазамыз и осылай сабақта пайдаланамыз. Ашық сабаққа немесе жай сабаққа тек қана тест емес, тестті осылай Polychides ойынында көрсетіп пайдалануға болады. Жүктеп алу үшін мен комментарий бөліміне өтіп, ссылкадан жүктеп алыңыздар, сабақтарыңызды пайдаланыңыздар. Мен каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, я? Мен қолдау мақсатында. Және де осындай көптеген видеолар осы YouTube каналымда мен шығарып отырамын. Яғни осылай сабаққа қажетті ойындарды. Назарларыңызға рахмет.